Я сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді бүгін осы баламызды қалай мақтағанымыз дұрыс, сол турасында сіздермен ой бөліскім келіп отыр. Енді бәріміз білеміз, баланы мақтап тұру керек. Енді біз көп жағдайдарда жақсы істі істеп жатса баламыз, ой жарайсың, кереметсің, мысалы жамбаң деген секілді сөздерді айтып мақтаймыз ғой. Бірақ енді үстіп қана мақтау ол жеткіліксіз. Олай ғана мақтай салу ол дұрыс емес. Мақтаған кезде нақтылы жағдайды байымдап отырып, дұрыстап мақтау керек. Мәселен, осы бүгін таңертең болған бір істен сіздерге осы мысал айта кетейін. Таңертең қызым іш киімін өзі жуғысы келді. Сонымен өзі тегенеге суын құйып бердім, сабынын бердім, өзі жуды. Қалай жуса өзі солай жусын деп ойладым. Сонымен жуып болып бардым да, енді баламнан шайқайсың деп солай деп едім. Тазалап отырып шайқауым керек, 2-3 рет шайқайсың десем, мен шайқағым келмейді, сен шайқашы мама деді. Жарайды деп мен суды құйып шайқап жаттым да, жақсы жуыпсың балам, жарайсың деп. Сөйтіп едім, ол әлгі шайқағанға өзі қызығып кетті. Мен өзім шайқаймын мама деді. Жарайды, сен онда өзің шайқай ғой деп таза су құйып бердім, шайқап өзі қалды. Сонымен мен өзім басқа бір бөлмеге кіріп отырдым, тосып. Біраздан кейін келді. Келген соң жайдың ба деп едім, жайып қойдым деді. Жарайды деп енді барып көрейінші деп барсам, суды төгіп, тегенені орнына қойып, солай істеп қойыпты. Енді бұрыннан өзі істеп үйреніп жүреді, айтып жүрем ғой, осылай істейміз деп. Сонымен сондай разы болдым. Сон жанына кеп, әсем-ай, маған қарашы деп едім, қарады. Сонымен сондай жақсы істепсің балам. Бір істің басы бар, аяғы бар, қандай жақсы істегесің. Сабын жақтың, оны жудың, оны шайқапсың, артынан апарып жайып, суыңды да төккенді ұмытпай, тегенен де орнына қойыпсың. Қандай жақсы істедің балам, керемет. Осылай істерді басы бар, аяғы бар қып істеуіміз керек деп солай айтып қойдым. Енді осы сөздерімді естіген кезде енді қызымның жүзінен шығып тұрды, көзі күліп, сондай қуанып, сондай разы болып тұрды енді. Сол үшін баланы нақтылы мақтау керек. Істеп жатқан ісін байымдап тұрып, нақтылап тұрып, әдемілеп мақтау керек. Сонда ғана мақтау ролын ойнай алады. Пайдасын тигізе алады. Рахмет сіздерге.